Химиялық реакция жүргізіп сутек алу үшін сынауықтың түтігін қысып тұрған қысқышты алып тастаймыз. Қысқышты ашқанда сынауықтағы қышқыл көтеріліп, мырышпен әрекеттесе бастайды. Химиялық реакцияның жүргенін газ түзілгенінен көруге болады. Түзілген сутекті төңкерілген сынауыққа жинаймыз. Себебі сутек ауадан жеңіл. Оның салыстырмалы молекулалық массасы 2-ге, ал ауаның салыстырмалы молекулалық массасы 29-ға тең екенін білесіздер. Сынауыққа жинап алған сутектің тазалығын тексеру үшін пробирканы жанып тұрған спиртшамның жалынына апарамыз. Егер жиналған сутек таза болса, пах деген дыбыс шығады, ал сынауықтағы сутек таза болмаса, ысқырған дыбыс шығады.